Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай кестелі құймақтардың рецептісімен бөлісетін боламын. Жасалу жолы өте оңай, міндетті түрде жасап көріңіздер. Бізге қажетті ингредиенттер: 500 мл айран, 3-4 дана жұмыртқа, 5 ас қасық шекер, шым-шым тұз, жарты шай қасық ас содасы, 300-350 грамм ұн, 150 мл қайнап тұрған су және де 70 мл сұйық май қажет. Таза ыдысқа жұмыртқаларды жарып саламыз. Үстіне айран қосамыз. Оның үстіне шекерді саламыз. Ас содасы мен тұзды саламыз. Сұйық майды құямыз. Біртекті болғанша жақсылап араластырамыз. Ұнды електен өткізіп, аз-аздан салып, араластырып отырамыз. Қайнап тұрған ыстық суды құямыз. Тез-тез араластырып аламыз. Қамырымыз осындай сұйық болу керек. Егер қоюлау болып тұрса, қайнап тұрған ыстық судан кішкене құйсақ болады. Оттың асты қатты шығып тұру керек. Қыздырылған табаға бір ожаудай қамырды құямыз. Осындай тесіктер пайда болады. Жиектері қоңыр түске айналғанда келесі бетін аударып пісіретін боламыз. Табамыздың астындағы оты қаттырақ болған дұрыс. Сол кезде құймақтарымыз әдемі болып шығады. Барлығын осылай пісіріп шығамыз. Біздің құймақтарымыз дайын. Осындай әдемі, кестелі болып шығады. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте оңай. Ешқандай қиындығы жоқ. Барлықтарыңыздың қолыңыздан келеді деген ойдамын. Астарыңыз дәмді болсын. Видеом ұнаса, лайк қойып, комментарий қалдырыңыздар. Каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.